Кай із-түссіз жоқ болып кеткеннен кейін кішкентай Герда басынан не кешті екен? Қайда жоғалып кетті? Оны тірі пенде білген жоқ. Оның не күйге ұшырағаны жайында ешкім ештеңе айта алмады. Балалар Кайдың өз шанасын үлкен әсем шанаға тіркей қойғанын көргендерін, содан кейін үлкен шананың көлденең көшеге бұрылып шаһар қақпасынан сыртына шыққанын ғана айтысты. Ал қайда кеткенін ешкім де білмеді. Оны жоқтап көз жасын төккендер аз емес. Герда күйініп ұзақ өксіп жылады. Ақыр соңында жұрт Кайды өлдіге жорысты. Бәлкім ол қаладан іргелеп ағып жатқан өзенге түсіп кеткен болар. Қысқы көңілсіз күндері ұзаққа созылды. Сөйтіп жүргенде көктем туып күннің көзі көрінді. Кай қаза тапты, енді ол қайтып келмейді, деді Герда. Сенбеймін сөзіңе, деп дау айтты күн сәулесі. Ол өлді, енді қайтып келмейді, деді Герда қарлығаштарға. Сенбейміз, деп жауап қатты олар. Жүре-жүре Герданың өзі де Кай өлді дегенге иланбайтын болды. Мен өзімнің су жаңа қызыл башмақтарымды киейін. Кай оларды әлі бір ретте көрген жоқ қой, деді. Бір күні таңертең Герда. Сөйтейін де өзенге барып, Кайға сұрау салайын. Герда ертеңінде елең алаңнан оянды. Ол ұйықтап жатқан әжесін сүйді. Аяғына қызыл башмақтарын киді. Сөйтіп, жапа жалғыз жүгіріп отырып, қаланың сыртына шықты да тіке тартып өзенге келді. Менің өкіл ағамды сенің алғаның рас па? Егер сен оны маған қайтарып берсең, өзімнің қызыл башмақтарымды саған сыйлар едім. Сол кезде жыбыр қаққан толқындар қызға біртүрлі ишарат жасаған сияқтанып кетті. Сол-ақ екен, Герда қызыл башмақтарын өзінің ең қымбатты дүниесін аяғынан сыпырып алды да өзенге лақтырып жіберді. Башмақтар дәл жағаға түсті. Толқындар оларды қайтадан жағаға шығарып тастады. Кайды қайтарып бере алмайтын болған соң, өзен қыздың бар байлығын алғысы келмеген болу керек. Ал башмақтарымды алысқа лақтыра алмадым-ау деп ойлаған қыз, жалма-жан қамыс арасында тұрған қайыққа мінді де, оның дәл тұмсығына тұрып алып, башмақтарын суға қайтадан лақтырды. Сол кезде байлаусыз бос тұрған қайық орнынан қозғалып кетіп, жағадан жылжып жүре берді. Герда жағаға шапшаң қарғып түспек болды, бірақ үлгере алмады. Қайық жағадан алыстап кетіп, ағынмен тез ығып жөнелді. Герданың зәресі қалмай жылап жіберді, бірақ оның даусы торғайлардан басқа ешкімнің де құлағына жеткен жоқ. Ал торғайлар оны құрлыққа қайдан көтеріп шығарсын? Бар бітіргендері оның соңынан қалмай, су жағалап ұшып, көңілін жұбатқандай. Біз мұндамыз деп шыққылықтаумен болды. Қайық барған сайын ұзай берді. Герда тып-тыныш отырды, аяғында шұлық қана бар. Қызыл башмақтары қайықтың соңынан қалмай қалқып келе жатты. Қайық олардан гөрі жылдамырақ жылжығандықтан башмақтар қуып жете алмады. Өзеннің жағалауы сондай әсем. Қайда қарасаң да ғажап гүлдер, биік қайыңдар өсіп жайқалып тұр. Алқапта қой мен сиырлар жайылып жүр, бірақ қыбыр еткен тірі пенде көрінбейді. Бәлкім өзен мені Кайға апара жатқан болар деген ой келді Гердаға. Сол-ақ екен, көңілі көтеріліп орнынан ұшып тұра келді де, көрікті көгілдір жағалауға ұзақ уақыт көз алмай қызыға қарады. Ақырында ол үлкен шие бағына жетті. Бұл бақта терезелеріне бір түрлі қызыл, көгілдір әйнек салынып, сабанмен жапқан үй тұр еді. Есіктің алдында екі ағаш солдат жақын жерден жүзіп өткен адамдардың бәріне де мылтықтарын қозғап сәлем береді. Герда оларды тірі адам екен деп ойлап қалып, айғай салып еді. Әрине олар жауап қатқан жоқ. Қайық жағаға бұрынғыдан да жақындай берді. Герда әлгіндегіден де қаттырақ айғайлады. Үйден имек басты таяқ таянып, ғажап гүлдермен әшекейленген, дағарадай сабақ қалпақ киген өлмелі кемпір шықты. Ой, байғұс балай, деді кемпір. Мұндай ағысы қатты үлкен өзенге сен қайдан тап болып жүрсің? Осыншама қияға қалай жеттің екен? Кемпір жалма-жан суға түсе қалды да қайықты таяғымен іліп алып жағаға тартып шығарды. Сөйтіп Герданы құтқарып алды. Бөтен кемпірден сескенсе де әйтеуір құрғақ жерге шыққанына Герда қатты қуанды. Ал жүр енді өзіңнің кім екеніңді және мұнда қалайша тап болғаныңды айтып бер маған, деді кемпір. Герда басынан не кешіп, не қойғанның бәрін оған айта бастады. Кемпір басын шайқап қойып, деумен ғана болды. Бір кезде қыз әңгімесін аяқтады да кемпірден Кай жайында сұрады.
Ол Кайдың бұл жерден өтпегенін, бірақ өтуге тиіс екенін, ендеше Гердаға уайым жейтін дәнеме жоқтығын, онан да шиелерінің дәмін татып, бақшада жайқалып тұрған гүлдерді тамашалап қыдыру қажеттігін айтты. Бұл гүлдер суретті кітаптарда салынғандардың қай-қайсынан да әдемі еді. Әрі ертегі де айта біледі. Осылай деді де кемпір Герданы қолынан жөтелеп, үйіне кіргізіп есікті кілттеп жауып қойды. Терезелер еденнен әлде қайта жоғары орнатылған еді. Және бәрі де әртүрлі қызыл көгілдір сары шынылармен әйнектелген. Осыдан бүкіл бөлменің іші кемпір қосақ сияқты ғажап түспен құлпырады. Стол үстінде шие толы себет тұр. Шиені қанша жесе де Герданың қолын ешкім қақпады. Герда шиеге алданып отырғанда кемпір оның шашын алтын тарақпен тараумен болды. Герданың бұл бұйра шашы күлтеленіп, сүп-сүйкімді жайдары райхан гүліне ұқсаған қызыл шырайлы дөңгелек жүзін алтын түспен көмкеріп тұрды. Сендей сүйкімді қызым болсау деп мен тілегелі қашан, деді кемпір. Көресің, екеуміз рахат өмір сүреміз. Ол қыздың шашын тоқтатпастан тарай берді, ал шашын неғұрлым тарай түскен сайын өзінің өкіл ағасы Кайды Гердада соншалықты шапшаң ұмыта берді. Себебі бұл сиқыр кемпір еді. Рас, ол залалсыз сиқыр болатын. Анда-санда онда да тек өзінің жан ләззаты үшін ғана сиқырлайтын. Ал қазір сиқырлап отырған себебі Герданы қайтсе де өзімен қалдырмақ болды. Сол ниетімен ол бақшаға барып, өзінің емен таяғын барлық райхан гүлдері бұталарына тегізіп еді. Олар гүлдеп тұрған бойы сол заматта қара жерге терең бойлап батып-батып кетті. Тіпті ізі де қалған жоқ. Жым-жылас болды. Міне райхандарды көрген соң, Герда өз райхандарын есіне алса, Кайда ойына түсіп қашып кетіп қалар деп қорыққан еді кемпір. Өз шаруасын тындырған соң кемпір Герданы гүл алаңына ертіп барды. Бұл жер қандай ғажап, мұрынды жарған жұпар иісі қандай шіркін. Мұнда жер бетінде бар гүлдердің көктемгі, жазғы, күзгі гүлдердің бәрі де көз тартып жайқалып тұр. Дәл осы гүл алаңындай шұбартқан әрі құлпырған суреттері бар кітапты бүкіл дүние жүзін іздесең де таппас едің. Герда қуанғаннан айқайлап жіберіп, секіріп түсті. Ол гүлдердің арасында ойнап, қашан күннің көзі зәулім биік шие ағаштарынан асып кеткенше жүрді. Содан кейін кемпір оны үлпілдеген көгілдір гүлдер толтырылып, қызыл жібекпен тысталған, қос төсек салынған кереуетке жатқызды. Ал көзі ұйқыға кеткеннен кейін Герда қандай тамаша түс көрді дейсің. Ондай түсті көрсе, тұрмысқа шыққан алғашқы түні королевалар ғана көретін болар. Гердаға ертеңінде де ғажап гүл алаңында ойнауға рұқсат етілді. Осылайша көп күндер өтті. Енді Герда бұл жердегі әрбір гүлді бас-басына біліп алды. Ал гүлдер қаншалықты көп болғанымен де Гердаға бір гүл кем сияқты болады да тұрады. Бірақ ол қандай гүл? Бірде Герда кемпірдің гүлмен әшекеленген сабан қалпағын айналдырып көріп еді. Бұл гүлдердің ішінде бәрінен де әдемісі райхан еді. Өзге райхандарды жерге батырып жібергенде мұны алып тастауды кемпір ұмытып кетіпті. Әй, үміт жақтық деген ай. Бұл қалай? Мұна гүл алаңда райханның жоғы несі деп таңғалған Герда гүл алаңынан оларды іздеп сыр жүгірді. Қанша іздегенімен де таппады. Содан кейін кішкентай қыз жерге отыра қалып алып кеп жыласын. Жып-жылы көз жасы таяуда ғана райхан гүлінің бұтасы тұрған жерге тамды. Жас тамған жердің сулануы ақ мұң екен. Райхан гүлі бұрынғысындай жайқала жарқырап жер бетіне шыға келді. Герда оны құшақтай алып, шөпілдетіп сүйе бастады. Сол ақ екен, ол өз үйінде өсіп тұрған ғажап райхандар да, одан кейін Кайда есіне түсе кетті. Мен осы неғып кідіріп қалдым, деді қыз қапаланып. Менің Кайды іздеуім керек қой. Оның қайда екенін сендер білмейсіңдер ме, деп сұрады ол райхандардан. Оны өлді дегенге сендер иланасыңдар ма? Ол өлген жоқ, деп жауап берді райхандар. Біз жер астында болдық қой. Барлық өлген адам сонда жатыр, бірақ та олардың арасында Кай жоқ. Рахмет сендерге, деді де Герда басқа гүлдерге барды. Олардан да сендер білмейсіңдер ме? Кай қайда, деп сұрады. Бірақ күн нұрына жылынып тұрған гүлдердің әр қайсысы тек өз ертегісі туралы ғана ойлап тұр еді. Олардың ертегілерін Герда көп тыңдады. Ал бірде-бір гүл оған Кай туралы ләм-мим деген жоқ. Гердаға от түсті, лала гүліне айтты. Естимісің барабанның қалай соғылғанын? Бум-бум. Сонан соң тағы да әлгі бум-бум. Тыңдашы, әйелдің мұңды әнін. Тыңда, абыздардың айғайын.
шұбатылған қызыл киім киген үнділік жесір әйел оттың ортасында тұр. Жалақтаған жалын оты оны да оның күйеуінің мүрдесін де орап алады. Қазір ол әйел дәл осы жерде денесін қазір-ақ күлге айналдырып жіберетін және жүрегін жалынан бетер өртеп тұрған тірі жан иесін ойлайды. Жүрек жалынын от жалыны қайда сөндірсін? Түкке түсінсем бұйырмасын, деді Герда. Менің ертегім осы, деді де, оттай күрең түсті лалагүл шырмауық не айтты екен? Жартастың төбесінде ескі серілер қорғаны тұр. Оған жіп-жіңішке соқпақ жолап барады. Көне кірпіш қабырғаларды басып кеткен шырмауықтардың жапырақтары балконға да жетіпті. Ал балконда ай мен күндей қыз тұр. Ол балконның жақтауына асыла қарап төмендегі жолға көз тігеді. Қыз сабағында жайқалған райханнан да көрікті. Жел тербеген алма ағаш гүлінен де жеңіл, үстінде судырлаған жібек көйлек. Ол неғып келмей қалар екен? Сен Кай туралы айтып тұрсың ба, деді Герда. Мен өз басыма келген ертегін айттым, деп жауап берді шырмауық. Қылтиған бәйшешек не айтты екен? Ағаш арасында ұзын тақтай тербеліп тұр. Бұл әткеншек. Тақтайда қардай аппақ көйлек киген екі қыз отыр. Бастарындағы қалпақтарын әшекейлеген ұзын-ұзын көгілдір жібек ленталар желмен ойнап желбірейді. Олардың арт жағында арқанды құшақтап екеуінің ағасы тұр. Ағасы оның бір қолында ішінде сабын езілген су құйылған аяқта, екінші қолында сорайған түтік. Ол сабын көбігін шырып ойнауда. Тақтай тербелуде, жан жаққа ұшқан көпіршіктер күн сәулесіне жағылса кемпір қосақ сияқты сан түспен құлпырады. Міне, бір көпіршік түтіктің шетіне тұрып қалып, үп еткен жел лебімен діріл қағады. Әйткенмен тербеліп тұр. Сабын көпіршігіне ұқсаған жеп-жеңіл қара ит артқы аяқтарымен тік тұрып, алдыңғы аяқтарын тақтайға салады. Бірақ та тақтай аспанға ырғиды. Ит ұшып түседі де ызалана шабаланып үреді. Оны балалар ызаландырады. Көпіршіктер айырылып кетеді. Тақтай тербеледі, көбік жан жаққа ұшады. Менің әнім міне осы. Бәлкім әнің жақсы да болар. Тек сен оны тым мұңды сазбен сөз айтасың, және де Кай жайлы ләм-мим деген жоқсың ғой. Сүмбіл гүлі не айтты? Апалы сіңлілі үлбіреген үш сұлу қыз болыпты. Біреуі қызыл, екіншісі көгілдір, үшіншісі ақ көйлек киіп жүреді екен. Олар айлы түні тып-тымық көл жағасында қол ұстасып би билейді. Бұлар перизаттар емес, кәдімгі адамзаттың баласы болатын. Кенет ауаға бір тәтті иіс тарай бастап еді, сол-ақ екен қыздар ағаш арасына тығылып қалды. Тәтті иіс күшейе түсті. Кенет орман түкпірінен үш табыт қалқып шығып келе жатты. Олардың ішінде апалы сіңлісі үш ару жатыр. Ал оларды айнала жанды отқа ұқсап жарқырауық қоңыздар ұшып жүр. Қыздар ұйықтап жатыр ма, әлде өліп қалды ма екен? Гүлдің хош иістері өлді дейді. Мәйіттерді аза тұтып кешкі қоңырау күңгірлеуде. Сіздің ертегіңіз менің көңілімді мұң басып кетті, деді Герда. Сендердің иістерің де күшейе түсуде. Енді қаза болған қыздар менің басымнан шықпай қояды. Дүние-ай, Кайда қазап тапты мекен? Бірақ та жер астында болған райхандар оны ошақта жоқ, деді. Дин деп сүмбілердің қоңыраулары сыңғыр ете қалды. Кайда азалап тұрған жоқпыз біз. Біз оны білмейміз де. Біз өз әнімізге салып тұрмыз. Басқаны білмейміз. Соны естіген соң Герда көздің жауын алғандай көп шөптің арасында құлпырып тұрған сап-сары бақбаққа барды. Сен құртты қандай ашық күнім-ау, деді оған Герда. Айтшы, өкіл ағамды менің қай жақтан іздеуім керек екенін білмеймісің? Бақбақы шөп бұрынғыдан бетер жайнай түсіп қызға қарады. Қызға ол қандай өлең айтып берді екен? Бұл өлеңде де Кай туралы бір ауыз сөз айтылмады. Көктемнің алғашқы күн еді. Күн жылы нұрын төгіп шағын ауланы жарқын сәулесіне бөлеп тұр. Оның сәулесі көрші үйдің аппақ қабырғаларын аймалайды, ал үй қабырғасының тап іргесіндегі көк шөптің арасынан қылтиған алғашқы сары гүлдер күн нұрымен алтындай түске боялған. Дем алып отырмақ боп аулаға қарт әжей шықты. Кедейліктен біреудің есігінде жүрген немересі әп-әдемі қыз оған қонаққа келіп, әжесін қатты қысып сүйді. Қыздың сүйгені алтыннан да қымбат. Ол тура жүректен шыққан ықылас. Оның аузы да алтын, жүрегі де алтын, таңғы аспан да алтын. Міне бары осы, деп аяқтады сөзін Бақбақ. Байғұс әжем-ай, деп күрсінді Герда.
Мені сағынып қайғы шегіп жүр екен-ау. Ұзамай мен Кайды ертіп келемін. Гүлдерден енді сұрайтын дәнемеде қалған жоқ. Бәрібір олардан шығары шамалы. Олар тек өз әндерін ғана біледі. Сөйдеді де жүгіруге ыңғайлы болу үшін етегін көтеріңкіреп, нарцисс үстінен аттап өте бергенде, ол қыздың аяғын осып кеп жіберді. Герда тоқтай қалып, өрімдей бойшаң гүлге қарап тіл қатты. Сен бәлкім бірдеме білетін боларсың, а? Өзі жауап күтіп, еңкейіп тұра қалды. Нарцисс не депті сонда? Мен өзімді көріп тұрмын. Шіркін, менің жұпар аңқыған иісім-ай. Жерден биікте шатырдың дәл астындағы үйшікте жартылай жалаңаш бейші әйел тұр. Ол біресе бір аяғын, біресе екі аяғын бірдей басып, бұл дүниені таптап тұр. Онысы алдамшы ғана көрініс. Әне, ол қолына ұстап тұрған бір шаршы матаға құманнан су құя бастады. Әне, бейші қыз киініп, мойнына ашық сары түсті орамал орады. Қарашы, бір аяғын көтерді. Енді екінші аяғымен ол сабақтағы гүл сияқты қалай тіп-тік қаздиып тұр. Одан мен өзімді көргендеймін. Одан мен өзімді көріп тұрмын. Онда менің шаруам қанша, деді Герда. Маған ол жөнде айтпай-ақ қой. Осыны айтты да ол гүлзардың шетіне қарай жүгіре жөнелді. Кішкене есіктің аузында тот басқан көлденең темір бар екен. Герда оны қоярда қоймастан жұлмалап ақыры суырып алды. Есік ашылып кетті. Қыз жалаң аяқ күйі жолға түсіп зымырай ала жөнелді. Ол үш қайтара бұрылып артына қарады, бірақ оны қуып келе жатқан ешкім көрінбейді. Бір кезде ол шаршап үлкен тасқа отыра кетті де жан-жағына көз салды. Жаз өтіп, қоңыр күз де туған екен. Ал кемпірдің сиқырлы бақшасында күннің күзі үнемі жарқырап нұрын төгіп, гүлдер бүкіл жыл бойына шешек атып тұрғанда, бұл өзгеріс аңғарылмайтын еді. Тәңірім-ау, мен неғып сонша кідіріп қалдым екен? Күз болып қалыпты ғой, демалуға болмайды, деді де Герда тағы жүгіре жөнелді. Ойпырмай, оның аяқтары қандай талып сырқырады десеңші. Айнала төңіректе салқын дым тартып тұр. Талдың ұзын-ұзын жапырақтары мүлдем сарғайып кеткен. Тұманнан жапырақтарға тұрған тамшылар сорғалап жерге тамшылайды. Жапырақтар бірінен соң бірі үзіліп түсіп жатыр. Тек шомырттың ғана жидектері тұнып тұр. Бірақ оның да жемісі дәмсіз еді. Қандай мұңды, көңілсіз дүние еді бұл.